Қаланың атын атаса, сандықша ашылады. Балалар, бұл қай қала болды екен, а? Қалай ойлайсыңдар? Лалакөл, лашын, лимон. Тұмар, менің құлағыма Л әрпі ғана естіліп тұр. Онда Л қаласы ғой. 1, 2, 3. Л әрпі. Л әріпі. Лақ. Лақ. Лай. Лай. Леген. Леген. Ләйлек. Ләйлік. Лашын. Лашын. Лайнер. Лайнер. Лагер. Біз Л қаласын таптық. Балалар, Л деп бірге қайталайықшы. Л. Л. Балалар, бізбен бірге болыңдар. Қызықтың бәрі алда. Балалар, Л дыбысы қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар, дауыссыз дыбыс. Естеріңе мұқият сақтаңдар. Л дыбысы сөздің басында да, ортасында да, соңында да кездеседі. Балалар, суретте ненің суреті берілген? Қане барлығымыз бірге айтып көрейікші. Лақ, лашын, лимон, гүл. Жарайсыңдар, балалар. Енді Л әріпінің жазылуымен таныс болайық. Бейне роликке мұқият қара. Бас әріпті жазу үшін солға қарай иілген қармақша, оңға қарай иілген қармақша. Кіші әріпі де дәл солай. Солға иілген қармақша, оңға қарай иілген қармақша.